Адыраспанның тағы бір кереметі. Адыраспанның тағы бір кереметін сіздерге айтайын. Жақында әпкемнің үйінде қыдырып барған болатынмын. Үйде қайынбикесінің қызы жүр екен. 4 айлық баламды сол қызға беріп қойдым. Ол да балажанды екен. Баламның асты үстіне түсіп, бәйек болып жатыр. Мен оның қарағанына мәз болып, әпкеммен әңгімелесіп отыра бердім. Әншейінде көп жыламайтын момын балам кешкісін шырқырап жылап, мазасы қашып кетті. Құдаша қыз жақпайтын бірдеңе беріп қойды ма деп сұрап едім, ол ештеңе бермегенін айтты. Емсем ембейді, су ішкізсем ішпейді. Бесікке салып тербетсем де, көтеріп жүрсем де, ақыры көндіре алмадым. 2 кештің қарасында шырқырап қалған баламды ауырып қалды ма деп ойлап, не істерімді білмей сасқалақтап қалдым. Әпкем адыраспан әкеліп, тұтатып, баламды да мені де аластап жіберді. Содан кейін балам жылағанын қойып, емді де ұйықтап қалды. Ол тынышталғаннан кейін әпкем жас нәрестеге қанша дегенмен жұрттың көзі түседі, сөзі өтеді, жақсы көріп, өзіміз-ақ нәрестені айтамыз. Оны баланың ағзасы әлсіз болғандықтан көтере алмай қалады. Сондықтан үйіңе барғанда жылап, мазасы қашып кетсе, осылай адыраспан тұтатып аластай сал. Адыраспан түтіні жын шайтанды қашырып, жағымсыз энергияны алып кетеді. Шынымды айтсам, бұрын адыраспанның мұндай қасиеті барын білмейді екенмін. Тұмау, вирусты өлтіру үшін қыс кезде үйдің ішін аластайтын едім. Бұлайша көп қолдана бермейтін едім. Мына жағдайдан кейін балам сәл жылап, мазасызданса тұтынатын болдым. Адыраспанның өте күшті пайдасы бар екен. Балаларға да, денсаулыққа да, бәріне адыраспанның пайдасы күшті екен. Соны ұқтым. Достар, менің пайдалы кеңестерім сіздерге ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып кетіңіздер. Сіздермен бірге болған пайдалы кеңестер бір арнасы.